өз таразыңмен өлшенесің. Ертеде бір шаруаның әйелі қолдан сары май жасап дүкенге апарып өткізеді екен. Дүкенші оны сатып үстінен пайдасын көріпті. Бір күні дүкенші осы мен алдып жүрген жоқ па екен деген ой келіпті. Домалақ майды алып өлшесе бір келі дегені 900 грамм ғана тартыпты. Қатты ашуланған дүкенші шаруаны шақырып алып, мені алдап жүр екенсің ғой, бір келі деп жасаған майың 100 грамм кем екен. Мен ешкімнің өзімді ақымақ етуіне жол бермеймін деп тулапты. Оны бұзылып кеткен бейбақ, кешіріңіз, мырзам, біздің үйде таразы жоқ еді. Сіздің сатып алған бір келі қантымыз бар, сонымен теңестіріп жасап жүргенбіз депті. Сені айналаңдағылар өз таразыңмен өлшейтінін ұмытпа, досым.